Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста мынадай жұлдызша аяз атаны тоқимыз. Бұл аяз ата 5 бөлімнен тұрады, яғни 5 мастер-класстан. Бізге ол үшін қажетті заттар: ақ түсті бисер, қара түсті бисер, розовый түсті бисер. Видеода молочный болып көрініп тұр, негізінде розовый, және золотистый, көк, қызыл, және аяз атаның осындай брелогын жасау үшін бізге мынандай жіп қажет. Кез келген жіпті алып тақсаңыздар болады өз еркілеріңізде. Одан соң аяз атаның ішін толтырғанға мынандай мақта қажет. Мақта болмасын, ватный диски болсын, өз еркілеріңізде. Біз мастер-классымызды бастаймыз. Бізге ол үшін қажет бисердің инесі және леска. Мен лескамен тоқитын боламын. Сіздер жіппен тоқимын десеңіздер болады. Бисердің арнайы өзінің жібі болады, сонымен тоқсаңыздар да болады. Біз мына бөлікті тоқитын боламыз. Бұл бөлік 8 қатардан тұрады. Міне. Ал бастаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен 4 сары бисерді аламыз. Жіптің соңына апарамыз. Міне жіптің соңына апардық. Енді төменнен жоғары қарай инемен өтіп шығамыз. Осы бисердің барлығынан. Шығып кетпесін, абай болыңыздар. Міне. Ал енді осыны байлайтын боламыз. 3 рет байласаңыздар жеткілікті. 1, 2, 3. Қаттырақ тартып байлаңыздар. Ал артығын кесіп тастаңыздар. Ал бізде осы бірінші қатар болып саналады. Біздің міне жібіміз мына жерден шығып тұр. Жәндегі бисерден өтетін боламыз. Одан соң екінші қатар басталады бізде. 2 сары аламыз. Сарыдан өтеміз. Мінекей. Қаттырақ тартыңыздар. Одан соң 2 ақ түсті бисерді алып, мінекей, мынау сарыдан өткіземіз. Қаттырақ тартыңыздар. Одан соң 2 сары аламыз. Мына сарыдан өткіземіз. Одан соң 2 көк түсті бисер аламыз да. Мінекей, бізде осымен екінші қатар бітеді. Мынау көк түстен. Одан соң оның жәндек мынадан екеуінен қатар өткізіп шығамыз. Бұл екінші қатардың аяқталғанын білдіреді. Міне бізде мынандай болып шығады. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Ол үшін бізге 2 сары бисерді аламыз. Міне жәндағы біздің жібіміз мына бисерден шығып тұр. Соның жәндегі сарыдан өткіземіз. Тартамыз. Одан соң 1 көк аламыз. Ақтан өткіземіз. Мінекей. Ақтан өткіземіз.
Одан соң 2ақ аламыз. Екінші ақтан өткіземіз. Одан соң 1 ақ. Міне сарыдан өткіземіз. Одан соң 2 сары. Екінші сарыдан өтеміз. Міне. Тартамыз. Достар, міндетті түрде тартып отырыңыздар. Себебі біздің аяз атамыз шықпай қалуы мүмкін, бос болып қалса. Одан соң 1 көк. Көктен өткіземіз. Сосын 2 көк. 2 көкті аламыз. Мына көктен өткіземіз екінші. Тартамыз. Одан соң 1 көк аламыз. Осымен біздің 3-ші қатарымыз бітеді. Мінекей. 2 сарыдан өткіземіз. Мына сары және мына сары екеуінен де өткіземіз. Үстінен төмен қарай инені салып өткіземіз. Үшінші қатар осымен бізде бітеді. Тартамыз. Мінекей осындай болып шығу қажет. Енді 4-ші қатар. Ол үшін 2 сары аламыз. Сарыдан өткіземіз. 1 көк аламыз. Көктен өткіземіз. Тағы 1 көк аламыз. Екі көк алдық. Тағы 1 көк аламыз енді. Ақтан өткіземіз. Одан соң 2 ақ. Екі ақты өткіздік. Одан соң 1 розовый. Розовыйдан өткіземіз. Мына тұрған розовыйдан. Қатты тартып жібердім ғой деймін. Өтпей жатыр. Розовыйдан өттік. Одан соң тағы 1 розовый. Сарыдан өтеміз енді. Енді 2 сары. Мынау сарыдан өтеміз. Одан соң 1 ақ. Көктен өткіземіз. Одан соң 1 көк. Көктен өткіземіз. Және 2 көк. Мына көктен өткіземіз. Одан соң қатарынан 2 көк өтеді. 1-ші көк. Көктен өткіземіз. Және 2-ші көк. Мінекей. Бұл жерде енді бізде 4-ші қатар бітеді. Сол үшін мына сарыдан және мына сарыдан өткіземіз. 2 сарыдан. Бірінші сарыдан өттік, тартамыз. Енді мына үстіндегі 2-ші сарыдан өтеміз.
Осымен 4-ші қатарымыз бітті. Мінекей бізде осындай майысып келе жатыр, байқасаңыздар. Міне. Ал енді 5-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін 2 сары аламыз. Сарыдан өткіземіз. Міне. Бір ақ аламыз, одан соң ақты алып, көктен өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан 2 көк жүреді. Міне 1-ші көк. Және 2-ші көк. Сосын 2 қатарынан ақ. 2 ақтан өткіземіз. Тартамыз. Одан соң қатарынан 2 розовый. 1-ші розовый. 2-ші розовый. Одан соң бізде 1 көк. Сарыдан өткіземіз. Одан соң бізде 2 сары. 2-ші сарыдан өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан 3 көк жүреді екен. 1-ші көк ақтан өткіземіз. Міне. Тартамыз. 2-ші көк. 3-ші көк. Көктен өткіземіз. Одан соң бізде 2 көк жүреді. 2-ші тұрған көктен өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан 2 көк жүреді. 1-ші көк. Көктен өткіземіз. 2-ші көк. Көктен өткіземіз. Және 1 ақ. Оны міне бізде 5-ші қатар аяқталды. Мінекей. Бізде мынандай болып тұр. Мына 2 сарыдан өткіземіз. Мына сарыдан және мына сарыдан екеуінен өткіземіз. Тартамыз. Осымен біздің 5-ші қатар бітті. Міне осылай шығу қажет. 2 сарыны аламыз 6-шы қатарға. Сарыдан өткіземіз. Міне. 1 розовый аламыз. Ақтан өткіземіз. Одан соң қатарынан 3 көк жүреді. 1-ші көк. 2-ші көк. Және 3-ші көк ақтан өткіземіз. Одан соң 2 ақ аламыз. Ақтан өткіземіз 2-ші. Одан соң 1 ақ аламыз.
бір ақ түсті бисерді аламыз. Оны мінекей мынау розовыйдан өткізіп, ағымызды өткізіп алдық. Одан соң бір қара розовыйдан өткіземіз. Одан соң тағы бір ақ көктен өткіземіз. Бір көк, розовыйдан өткіземіз. Одан соң екі сарыдан өткіземіз. Одан соң бір көк. Көктен өткіземіз. Және бір ақ. Көктен өткіземіз. Одан соң бір көк. Көктен өткіземіз. Тағы да бір көк. Көктен өтеміз. Одан соң екі көк аламыз да, жанындағы екінші көктен өткіземіз. Тартамыз. Сонымен қатарынан бізде енді үш көк жүреді. Бірінші көк, мұны көктен өткіземіз. Бірінші көк кетті. Одан соң екінші көк. Және үшінші көк. Сосын бір розовый аламыз да, осымен алтыншы қатар бітеді. Екі сарыдан қатарынан өткіземіз. Мына бірінші сары, ана екінші сары. Бірінші сарыдан өтеміз. Және оның жанындағы мына екінші сарыдан өтеміз. Осымен алтыншы қатарымыз бітеді. Жетінші қатарға бастаймыз. Ол үшін бізге екі сарыны алу қажет. Екі сарыны алып, сарыдан өткіземіз. Бір розовый аламыз. Розовыйдан өткіземіз. Бір ақ аламыз. Ақтан өтеміз. Көктен өтеміз. Одан соң бізде қатарынан үш көк жүреді екен. Бірінші көк. Екінші көк. Көктен өтеміз. Және үшінші көк ақтан өтеміз. Енді бізде екі ақ. Бір, екі. Екі ақты алып, екінші ақтан өтеміз. Одан соң тағы бір ақ аламыз. Ақтан өтеміз мұны. Тағы бір ақ аламыз. Қарадан өтеміз. Бір розовый аламыз. Ақтан өтеміз. Бір көк аламыз. Көктен өтеміз. Тағы бір көк аламыз. Сарыдан өтеміз. Одан соң екі сарыны аламыз. Сарыдан өтеміз. Бізде енді қатарынан 5 көк жүреді.
Бірінші көк. Мына көктен өтеміз. Екінші көк. Ақтан өтеміз. Үшінші көк. Төртінші көк. Және бесінші көк. Одан соң екі көк аламыз. Екінші қатарынан көктен өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан үш көк жүреді. Бірінші көк. Көктен өткіземіз мұны. Екінші көк. Мына көктен өткіземіз. Және үшінші көк. Одан соң бір ақ аламыз. Мынау розовыйдан өткіземіз. Одан соң бір розовый аламыз. Мына екі сары түсті бисерден өтетін боламыз. Мынадан және мынадан. Екеуінен де қатар өткіземіз. Сонымен біздің алтыншы қатар бітеді осымен. Тартамыз. Енді екі сары аламыз. Жетінші қатарға сарыдан өткіземіз. Одан соң бір розовыйды аламыз. Розовыйдан өткіземіз. Одан соң тағы бір розовый. Ақтан өтеміз. Одан соң қатарынан бізде төрт көк. Бірінші көк. Көктен өтеміз. Екінші көк. Үшінші көк. Және төртінші көк. Ақтан өтеміз. Одан соң екі ақ аламыз. Ақтан өтеміз. Одан соң тағы бір ақ аламыз. Бірінші ақталып, мұны ақтан өткіземіз. Бір ақ аламыз. Енді тағы да бір ақ аламыз. Тартамыз. Енді бір розовый түс аламыз. Мұны розовыйдан өткіземіз. Одан соң тағы бір ақ аламыз. Көктен өткіземіз. Одан соң бір көк аламыз. Көктен өткіземіз. Одан соң тағы бір ақ аламыз. Мінекей сарыдан өткіземіз. Тартамыз. Одан соң екі сары. Сарыдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң бір ақ. Көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң бір көк. Тартамыз. Одан соң тағы бір ақ. Бір ақты алып көктен өткіземіз. Одан қатарынан бізде үш көк. Бірінші көк. Көктен өткіземіз. Екінші көк. Мынау көктен өткіземіз. Сосын
Үшінші көк. Мына көктен өткіземіз. Енді қатарынан бізде 2 көк аламыз. Мына көктен өткіземіз. Енді қатарынан 4 көк өткізетін боламыз. Бірінші көк. Екінші көк. Үшінші көк. Мына көктен өткіземіз. Және 4-ші көк. Тоқтаңыздар, менде 4-ші көк. Ақтан өткіземіз. Одан соң бір розовый. Қатарынан 2 розовый жүреді екен бұл жерде. Бірінші және екінші. Мына 2 сарыдан өтеміз. Біздің 8-ші қатар осымен бітеді. Тартамыз. Екіншісінен өткіземіз. Мінекей. Бізде аяз атаның осындай жарты бөлігі шықты. Естеріңізге сала кетейін. Бізде бұндай бөлшегі 2 болу қажет. Яғни енді өздеріңіз тағы біреуін тоқуларыңыз керек.